Сонымен ақштағы сайлауда Трамп жеңіске жетті. Енді ол Украинадағы соғысты қалай тоқтататыны туралы айтайық. The Wall Street Journal басылымы қазық мақала жариялады. Мақала жаңа президенттің айналасындағы 3 аноним дереккөзге сүйеніп жазылған. Онда Трамптың командасы Украинадағы соғысты тоқтатудың амалдарын ұсынып жатқаны айтылады. Сол ұсыныстарға тоқталсақ, біріншіден Трамптың командасы қазіргі майдан шебінде демилитаризацияланған аймақ құруды ұсынған. Жоспар бойынша Украина мен Ресей дәл қазіргі майдан шебінде 1300 шақырымдық демилитаризацияланған аймақ құруға тиіс. Бұл аймақта еуропалық әскерилер болуы керек, ал америкалықтар бұған қаражатта шығармайды, әскерилерін де жұмылдырмайды. Сондай-ақ ресми Киев Трамптың айналасындағылардың жоспары бойынша НАТОға кіру жоспарын 20 жылға шегеріп тастауы керек. Осыны орындаған үшін ақш Украинаға Ресейдің қайталама шабуылына қарсы тұру үшін қару-жарақпен қамтамасыз етеді. Басылымның жазуына қарағанда, Трамп бұл соғысты тоқтату жоспарын әлі бекітпеген, дәл осы аталған жоспарды орындауда күмәнді. Айта кетсек, Ресей қазіргі таңда Украинаның 20%-ға жуық жер аумағын оккупациялап отыр. Маңызды өзекті жаңалықтарды әшкере Телеграм арнасынан оқи аласыз, сілтеме профилде.